Аспандағы сансыз жұлдыздар да Гүлзинатқа бүгінгі күнің ауыр болды, шаршадың, ұйықта, сәл демал деп жымың қағатындай. Ол өз төсегіне келіп жатып, перденің арғы жағынан өзіне жымыңдап тұрған жұлдыздарға қарап жатып, тәтті ұйқыға кетеді. Ұяла шыққан күн айналасынан нұр шашып күлім қағады. Қане, мен шықтым, жұмыстарыңа кірісіңдер дейтіндей. Түнде кеш ұйықтаған Гүлзинат ерініп жатып әзер тұрды. Бүгін де оны көптеген жұмыстар күтіп тұрды. Сол жұмыстарды ойлағаннан ба ұйқысыз шайдай ашылды. Жуынып, шайынып сабаққа қарай жиналды. Қасындағы құрбылар да ұйқыларын әзер қиып орындарынан тұрып сабаққа жинала бастады. Аяқтарын санап басқан қыздар универдің есігінен әзер кірді. Өздеріне керекті дәрісханаға кіріп орындарына жайғасты да бастарын партаға қойды. Кенет құлақтың терең түкпіріне қарай бойлаған қоңыраудың ащы шылды еріксіз партадан бастарын көтерткізеді. Мұғалім де дәрісханаға кіріп, студенттерді түгендеп сабақты бастап кетеді. Ұйқылы ойлап отырып сабақты да бітіреді. Құдды бір осы сабақ уақытының ұйқысы жетпегенде сыртқа шығуға қоңырау соғылғанда жаңағы қабақты басқан ұйқы еріксіз қашып кеткендей болды. Кенет жетекшілері келіп, екінші сабақтың аптасы біткенін, қазір бір жерге барып демалып, үшінші сабаққа келу керек екендігін ескертеді. Бұл жаңалыққа бәрінен бұрын Гүлзинат қатты қуанады. Алақай, кеше аяқтай алмаған сілестерімді бітірейін дейді ішінен. Оған мұндай бос уақыттар ауадай керек еді. Алдында тез бітіру керек деген мақсат қойған соң ба тапсырмаларды тез-ақ орындап тастайды. Енді бұл тапсырманы флешкаға жүктеп шығару ғана қалды. Ол сөмкесінен іздеп таппайды. Сосын оны Айзаттың алғаны есіне түседі. Қазір одан алып жүктеп алармын деп келесі сабаққа дайындалып отырады. Асқараның тәтті иісін денелеріне сіңірген қыздар мен жігіттер дәрісханаға келеді. Гүлзинаттың қасына жайғасқан Айзат одан не үшін асханаға бармағанын сұрайды. Мен ойға барсам, уақытымды босқа кетіретін едім. Іздегенге сұраған демекші, мен сілестерімді бітірдім. Енді тек маған флешкамды қайтарсаң, оны шығару керек дейді Гүлзинат. Бұл сөзді естіген Айзат ішінен қызғаныш оты бүркеп өтеді. Қойш, рас айтасың ба? Қандай күшті? Онда бүгін кешке маған ноутыңды берші. Мен бүгін түнімен жазып тастайын дейді. Әрине ала ғой. Ешқандай арам ойы жоқ Гүлзинат Айзаттың ішкі ойын сезбеген еді. Сабақтарын бітірген Гүлзинат қуанышты көңіл күймен сілестерін шығаруға қарай барады. Бара жатқан жолда Арманмен кездесіп қалады. Сәлем, мен қазір мына жерде сілестерімді шығарып алайын, сосын бірге барамыз. Әрине асығыс жоқ қой, әлі уақыт бар. Флешканы қағаз шығарушы адамға ұсынады. Ол әрлі-берлі қозғап көріп құжаттың ашылмай тұрғанын айтады. Жоқ, мүмкін емес, мен дұрыстап сақтаған болатын. Қайтадан көріңізші. Жоқ, оған менің уақытымда жоқ деп флешканы Гүлзинатқа ұстатады. Уайымдап тұрған Гүлзинатты көрген Арман, қане, флешканы маған берші, мен көрейін. Сен аша аласың ба? Көрейін. Өтініш, ашып көрші. Арман өзінің ноутбугын қосып арнайы программамен құжаттарды ашады. Ашылды, уайымдама, Аллаға шүкір деп Гүлзинат қуанып кетеді. Сонда да сақтық үшін өзіне сақтап қояйын. Әрине, тіпті қажет болса өзіңе шығарып та ал дейді Гүлзинат. Осылайша көңілді күймен екеуі түсірілім жүретін ғимаратқа келеді. Бүгінгі түсірілім кешегіге қарағанда сәл оңайлау болды. Гүлзинат Арманға тек кинодағы рөлінде ғана емес, шын өмірде де басқаша көзқараспен қарай бастағандай еді. Келесі күні Гүлзинат қуанышты көңіл күйде жүреді. Бүгін көңілдісің ғой, не болды? Иә, көңілдімін. Өйткені бүгін сіресімді өткіземін. Ұсталып тұрған осы сабағым еді. Осыны барып өткіземін де жоғары стипендияға ілігемін. Бұл сөз Айзатқа мүлдем ұнамады. Кеше ішін өртеген от осы кезде басына бір-ақ шығады. Мәссаған, сен осы бәріне қалай үлгересің, а? Флешкаңды маған бере тұршы, мен де шығарып алайын. Иә, әрине, бірақ ішін дұрыстап тазалап алмасаң, құжат ашылмай қалады екен деп сөйлеп шкафқа сөмкесін салуға кеткен Гүлзинаттың ішіп отырған шайын құлайтындай етіп дайындап қойған қағаздарына жақындатып қояды. Гүлзинат сөмкесін үстелге әкеліп қойып, флешканы Айзатқа беріп жатқанда, Айзат әдейілеп үстелді қозғалтып дірілдетіп жібереді. Сол кезде кружкадағы шай Гүлзинаттың дайындап қойған қағаздарына қарай төгіледі. Қағазданың барлық беті құртылады. Айзат жаны ашығансып бәйек болып жүреді, бірақ бағана төбесінен шыққан қызғаныш оты басылып, қуаныш оты лаулап тұрады. Гүлзинат бұл жайтқа өзін кінәлап, ноутбуктан кеше жазылған қағаздарын қайтадан шығаруды ойлайды. Сонда Айзат: Гүлзинатты ренжімеші, кеше сен оны өзің өткізіп алған соң мен оны өшіріп, үстіне өзімдікін жазып жатыр едім, дейді. Ашып көрсе, сірестің жартысының солай мен жоқ екенін байқайды.
Ол бұл тұста кімге ренжіп, кімге ашуланарын білмей заттан жинап сабаққа шығып кетеді. Ол сабақтан тапсырма тапсыратын соңғы күн, ал Гүлзира не істерін білмей жылап жібереді. Бірақ есін тез жиып, бұны да көру керек болған шығар деп алға қарай жүре береді. Бүгінгі сабақтар Гүлзира үшін тым көңілсіз болды. Аяғын сылтып басып, Арман екеуі келіскен межелі жерге жетеді. Гүлзираттың көңілсіз күйін көрген ол: «Саған не болды? Көңіл күйің жоқ қой?» «Ештеңе, егер стипендиядан құлайтыныңды білсең, сен де солай боласың». «Стипендиядан құлағаны несі?» «Иә, бір сабақтан тапсырманы тапсыра алмадым». «Неге? Кеше ғана мен жоғары стипендияға өтетін болдым деп жүр едің ғой». «Ол кеше, бүгін басқа. Дайындап қойған қағаздарымды байқамай бүлдіріп алдым». «Қандай қағаздар? Кешегі шығарған қағаздар емес тек?» «Иә, дәл өзі». «Расымен де солар ма?» «Иә». «Неге таңғалдың?» «Ренжіме, кеше сен оны қажет болса өзіңе де шығартып аларсың деген соң бір танысымның тақырыбы дәл сенікіндей болған соң соған берген болатын». «Оған қалай бердің?» дейді Гүлзира бір үміт жанғандай. «Почта арқылы аудардым. Қазір телефонымдағы почтадан қарайын. Бар ма екен?» деп Гүлзира ішінен дұғасын тілеп жайлап тұрып орнынан тұрады. «Иә, тұр екен». Бұл сөзді естіген Гүлзира Арманды құшақтап бетінен қалай сүйгенін де байқамай қалды. Екеуі дереу қағаз шығаратын жерге барып, қағазды шығарып мұғалімге тапсырады. Осылай айналып жүргенде түсірілім уақытына кешігіп қалады. Екеуі келісіп мүлдем бармағаннан кешіксек те барайық, ең құрығанда ұрыс естіп қайтармыз дейді. Айтқанымызда екеуі әбден ұрыс естиді. Бірақ екеуі бұл ұрыс онша әсер ете қоймады. Ең басты жоғары стипендия қолда, басқасы тәуекел дейді. Олар жетекшілерінен кешірім сұрап енді қайталанбайтынына уәде береді. Бұл болған жағдайлардың бәрі Гүлзира мен Арманның арасын одан әрі жақындата түседі. Әр күні түсірілімнен соң Арман оны шығарып салады. Әдетте Гүлзира басқа жігіттермен бірден тіл табысып кетпеуші еді, ал Арманды құдды бір бұрыннан танитын еді. Ол өзінше оны мүмкін бұл сезім шоқтары болар деп ойлайды. Бір күні Арман мен Гүлзиратты жатақхананың алдында Айзат көріп қалады. Дереу жандарына жетіп барады. Оның алдында жасаған әрекеттеріне реніші қайтпаған Гүлзира оны байқамаған сыңай танытып, Арманмен қоштасып жатақханаға кетіп қалады. Айзат Гүлзиратпен татуласу үшін қаншама әдістер қолданбады десеңші. Кешірген сыңай танытқанмен де араларындағы қарым-қатынас бұрынғыдай болмайды. Араларында салқындық үдемесе кеміген емес. Тіпті ол Гүлзираттан не үшін ренжіп жүргенін сұрағанда ол оған: «Айзат, сен менің дайындап қойған қағаздарымның жанына менің кружкамды әдейі қойдың. Ол кезде бөлмеде екеумізден басқа ешкім болмады. Мен әдейі қағаздарым бүлінбесін деп кружкамды басқа жерге қойған едім. Сосын сен үстелді әдейі қозғалттың. Сол сәтте эмоцияң әлі көз алдымда. Сен қуанып кеттің. Екіншіден, мен саған ноутбугымдағы тапсырманы орындауға керекті қағаздарды жазу үшін бердім. Менің дайындап қойған қағаздарымды өшіру үшін емес. Айтшы, осының бәрі не үшін керек болды?» «Кешірші құрбым, кешірші. Мен қызғаныштан не жасап не қойғанымды өзім де білмей қалдым». «Сен маған әлі құрбым деймісің?» «Жоқ, болды. Біз енді құрбы емеспіз. Қызғаныш деймісің?» «Не үшін? Менің сенен бұрын тапсырманы аяқтағаныма ма?» «Осы кезге дейін сен де тапсырманы бірінші жазып болатынсың. Сен тапсырманы бітпейінше мен тіпті өз ноутбугымды өзім сұрамай күтіп, ең соңғы күні түнімен отырып жазатын едім ғой. Сонда сол күндерді ұмыттың ба?» «Ренжіме, Айзат. Мен тіпті сенен жиіркенемін. Мен ертеңнен бастап басқа бөлмеге көшемін. Комендантқа өтініш жазып едім, ол бос орын бар екендігін айтты». «Болды, маған ештеңе айтпа. Мен сені осы кезге дейін құрбым деп жүргеніме өкінемін». Бұрынғы құрбылардың осы сөздерді айтып сөйлескендеріне де 3 айға жуықтаған екен. Күндер өтіп, сағаттар сырғып, әркім өз қамымен жүргенде көктемнің шуақты күндері де аяқталуға жақын қалған екен. Киноның да соңғы сюжеттері түсірілуде. Өздерінің басты рөлде ойнайтынына бұл киноның кинотеатрдан шығуына асыға күтуде. Киноның жарнамасы мен саундтрекі телеарналар мен әлеуметтік желілерде өріп жүреді. Бұрын көшеде емін-еркін жүретін бір университеттің 4 студенті киноның жарнамасы шыққалы бері бұрынғыдай жайбарақат жүре алмайтындай еді. Кино көрсетілмей жатып, жарнаманың өзінен осындаймыз, кино халыққа ұсынылса көшеге шудан қалатын шығармыз деп қалжыңдасып қояды. Арасында халықтың өзін танып жатқанына, бірге суретке түсуге шақырғанына риза болып қалатындарын да жасырмайды. Қанша бір жерден киноға түсіп, әлеуметтік желіде жұлдыз болып жатса да, сессиядан оларды ешкім құтқармайтын. Киноға түсіп жүріп, мән бермей кеткен сабақтарының да бетін ашу керек екендігін түсініп, дайындыққа да кіріседі. Иә, қанша жерден уақытты ұзартуға тырысса да, уақыт өз орнымен сырғи беретіні анық.
Міне, сессия болатын аптада келеді. Түнгі ұйқыны азайтып сессиядан өту үшін барын салған Гүлнат тағы да жоғары стипендияға ілігеді. Ал оны бұрынғы құрбысы Айзат ше? Оған не болды? Айзатты бұрынғыдай түртпектеп оқысай, айтсай, орындасай, міне көшіріп ал деп отыратын құрбысы болмағандықтан еріншектікке салынған. Қажетті қағаздарын да жазуға ешкім ноутбугын да бермейді, ал университеттегі бос тұрған компьютерлерге барып жазуға ерінеді. Онда тек жағдайы төмендер ғана барып жазады деп намыстанады. Ал ата-анасы ноутбук ал деп салып жіберген ақшаны интернеттен бірінші шыққан сәнді киім алуға жұмсап жібереді. Міне, ол осындай сауық құрып жүргенде оның бағалары тым төменге түсіп кетеді. Гүлзинат оған қанша жерінде ренжісе де, оған аяушылық танытып, бұрынғы құрбысы ретінде сессиядан өтуіне көмек береді. Өйткені ол бұл сессиядан өте алмайтын болса, халі өте мүшкіл еді. Киноның алғашқы тұсаукесер күні де келіп жетті. Бәрі өте сәтті өтеді. Осыны атап өтпек болған Арман, Гүлзинат, Ермек және Гүлайым тауға серуен ұйымдастырады. Бұл серуен есте қаларлықтай өте керемет өтеді. Таудың саф таза ауасы осы кезге дейін болған қиындықтарды ұмыттырып, миға бір жеңілдік бергендей сезімде болады. Қайтар жолда Арман мен Ермектің қыздарға құрған өз жоспарлары бойынша екі жұп екіге бөліп кетулеріне тура келеді. Гүлзинат пен Арман таксиде келе жатады. Жүргізушімен де әңгімелер жараса кетеді. Осылай көңілді келе жатқанда өзінің жылдамдығын арттырған жүк көлігі олар отырған таксидің оң жағынан, яғни Гүлзинат отырған жақтан келіп соғады. Бұл жағдайды көрген адамдар дереу жедел жәрдем мен полицияға хабарласады. Жедел жәрдем машинасы мен полициялар сол жерге жинала қалады. Жүргізуші Арман мен Гүлзинатты ауруханаға жеткізеді. Тексеру нәтижесінде жүргізуші мен Арманның жағдайлары ауыр еместігін, ал Гүлзинат жан сақтау бөліміне түседі. Көп қан кеткендігін анықталады. Донор болатын адам іздестіріле бастайды. Бұл уақытта есін жиған Арман өзін қарап жүрген медбикеден қайда жатқанын, не жағдай болғанын сұрайды. Гүлзинаттың ауыр жағдайда екендігін естіген ол тыныш жата алмай, ол жатқан палатаға барады. Оған қан керек екенін естіп, өзінің қан тобының сәйкес келетіндігін айтып, донор болуға келіседі. Бірақ оның түскен жағдайын ескеріп келіспейді. Дәрігерлік тексеруден толық өткен соң денсаулығында еш қауіп жоқтығы, сонымен қатар донор болуға шамасы жететіндігі анықталады. Гүлзинатқа қажетті донор табылып, қан құйылған соң беті бері қарай бастайды. Бұл уақытта жүк көлігінде болған жүргізушінің ісі сотқа өткен еді. Ол көлікті дұрыс басқара алмағандығы үшін, сонымен қатар заңсыз тауар тасып жүргендігі анықталып, оның сыбайластарын іздестіру жұмыстары басталып кеткен еді. Жүргізуші жолда тұрған полиция қызметкерін көріп, ұсталып қалмас үшін басқа жолға бұрылып, қорыққаннан рөлге ие бола алмай, қарсы жолға түсіп кеткендігін айтады. Такси жүргізушісі мен Арман да өз арыздарын жазады. Осылай үсті-үстіне жазылған қылмыстар оны темір торға қамауға жеткіліктеді. Арман Гүлзинаттың есігінің алдын торғылдап уақытын өткізуді, беті бері қараған Гүлзинатты жан сақтау бөлімінен палатаға ауыстырады. Гүлзинат, жағдайың қалай, өзіңді қалай сезінесің? Бір қатты терең ұйқыдан оянғандай сердемін. Қазір өзімді жақсы сезінемін. Өзің қалайсың? Мен жақсымын, көріп тұрғандай. Ал жүргізушіге не болды? Ол да жақсы, кеше үйіне шығарылды. Бүгін мен де шығамын. Саған ертең не әкелейін? Жақсы болған екен. Аллаға шүкір, аман қалыппыз ғой. Маған ба, білмеймін. Әзір ештеңеге зауқым жоқ. Керек болса хабарласамын. Жарайды, маған ұзақ отырма деп еді, мен шығайын. Жақсы, айтпақшы саған рахмет. Маған доноры болған сен екенсің ғой, естіп жатырмын. Иә, жақсы, сау бол. Деп бір-бірімен күлімдеп қараған күйінде қоштасады. Олардың бір-біріне күлімдеп қарағандарынан мына әлем ерекше нұрға бөленгендей әсерде еді. Сыртқа шығып бара жатқанда оны көрген Мербекем, кеше Гүлзинатқа донор болған сіз емессіз бе? Иә, не болды? Сізді бас дәрігер шақырып жатыр. Ауруханадан шықпай тұрып жолығып кетсеңіз. Жарайды деген Арман бас дәрігердің бөлмесіне қарай бұрылады.
Заттарын жинап ауруханадан шыққан Арманды бас дәрігердің сөзі қатты алаңдатады. Соны ойлап аурухананың ауласындағы отырғышта біраз отырады. Өткен-кеткен жайттардың бәрі көз алдынан лента болып өтеді. Ол лентаны әр қарай көруге Арманның қалта телефонының дауысы кедергі болады. Бұл хабарласқан Арманның айнасы Айғаным еді. Алло, ұлым, Арманым, Армандай, қалайсың, құлыным? Амансыз ба, анашым, жақсымын, өзіңіз қалайсыз? Мен жақсымын ғой, сенде бәрі дұрыс па? Иә, әрине, бәрі дұрыс. Ой, құлыным, аман болсаң болды. Түсімде сен туралы жайсыз түс көріп едім. Содан қорқып кеткенім ғой. Алдыңғы күні достарыммен тауға бардым дедің. Кеше демалып жатқан болар деп мазаламап едім, бірақ бүгін түнде жайсыз түс көріп, анашым, еш алаң болмаңыз. Менде бәрі жақсы. Я, тауға барып жақсы демалып қайттық. Жарайды, құлыным, аман болсаң болды. Аш болма, тамақтанып жүр. Жарайды, анашым. Телефон тұтқасын қойған Арман өзі тұрып жатқан үйге қарай жүреді. Үйге келсе, бірге тұратын жолдас балдары әдемілеп дастархан жайып, ұлттық тағамдарын дайындап үстінде екен. Біздің кино жұлдыз келді. Қалайсың, амансың ба? Аман, не болды? Жұлдыз болуды көтере алмадың ба? Бірден ауруханадан шығыпсың ғой. Өзім де ештеңе түсінбей қалдым. Ренжіме, ауруханаға бара алмады. Кеше естіп жиналып жатқан бетіміз осы. Сені ауруханадан не тамақ жеді дейсің деп анау-мынауларды алып дастархан жасап жатыр едік. Әйтеуір бәрі жақсы ма? Еш жеріңе зақым келмеді ме? Бәрі дұрыс, тек қатты соққыдан есімнен танып қалыппын. Өзі бұл жағдай қалай болды, соны айтшы. Сендерге не болды? Ауруханадан шығып келген адамды қинап, дастархан басына жайғасып дұрыстап әңгімелесейік те. Осы кезге дейін бір нанды бөлісіп жеп, қандай қиын жағдайда да бірге болған бауырлар, достар тағы бір дастархан басында бас қосып әңгіме-дүкен құрады. Гүлзинаттың телефоны жарылып кетерде шырылдай жөнеледі. Хабарласып жатқан Әнипа екен. Алло, қызым, қызғалдағым, айналайын, жаным-ау. Телефоныңды көтердің-ау әйтеуір. Кешелі бері телефоның өшіп жатыр. Неге көтермейсің? Анашым, амансыз ба? Мен айтып едім ғой, құрбыларымның ауылына барам деп. Сол құрбымның ауылында сет ұстамайды екен, ренжімеңші, анашым. Өзі аманбысың? Иә, бәрі дұрыс. Қашан келесің ауылға? Ол жағы білмеймін, анашым. Аяқ астынан бір сабақтардан сессия қойыпты. Солардың тапсыруым керек, соған дайындалу үстіндемін. Қашан болатынын айтпады. Ол не деген сессия аяқ астынан қосыла салады? Білмедім, сондай өзгерістер енгізіпті ғой. Жарайды, аман болсам болды, тек хабарласып тұр. Мына жақта әкең екеуміз уайымдаймыз ғой. Жарайды, анашым. Арман күнде Гүлзинатқа ауруханаға түрлі тағамдар апарып, ол жазылып шыққанша көңіліне қаяу түсірмеуге тырысады. Тіпті дәрігердің айтқан сөзінде әзірге қозғалмауға шешім қабылдайды. Күндер мен айлар сырғып Гүлзинаттың ауруханадан шығатын күнде жетеді. Ол сондай қуанышты еді. Жаз бойы анамның жанында болып, соған қолғабыс қыламын дейді, бірақ ол алдына не жағдай күтіп тұрғанын сезбеген еді. Арман екеуі саябақта қыдырып жүреді. Бір кезде Гүлзинат, саған бір сұрақ қояйын, бірақ көңіліңе алма, дейді Арман. Арманның бұндай сұрағына таң қалған Гүлзинат, иә, қойып көр. Айтшы, сенің әкең мен анаң сенің туған әкең мен анаң ба? Гүлзинат Арманнан мұндай сұрақ күтпеген еді. Дауысы қамығып барып шықты. Иә, әрине, деді Гүлзинат. Өзінің өткен тарихын қозғағысы келмей. Неге олай сұрадың, Арман? Сен көңіліңе алып қалма. Алдында бас дәрігер мені жеке шақырып, сендердің қан топтарың сендерді ағалы қарындасты екендіктеріңді айқындайды. Біз қателескен шығармыз деп 2 мәрте тексерістік. 2 нәтиже де бірдей болды. Соны ескертіп қойғым келген. Сендер білетін ме екенсіңдер, деді. Мен мәселе тудырмасын деп иә дей бердім. Сен неге олай дедің? Ол мүмкін емес қой. Сенің әкең, шешең мен менің әкем мен шешем бөлек. Гүлзинат, саған шындықты айтайын, мұқият тыңдашы. Ол қандай шындық тағы? Мен әке, ана деп жүрген адамдарым, олар мені асырап бақты, жеткізді, жетілдірді, бірақ олар мені балалар үйінен асырап алды. Мен ол кезде 1 жаста екенмін. Анам мені тәрбиешіге жылап тұрып тапсырған екен. Менің басқа малым жоқ. Ең құрғанда құрсағымдағы баламды әкесі өсірмейін. Бұл ер бала ғой, кейін өзі қамын өзі жасап,
кетер деп тастап кетіпті. Қанша жерден қабылдағысы келмей, бала анасымен бірге болу керек деп қолына ұстатып жіберсе де, бірақ таңертең әлгі тәрбиеші мені есік алдынан тауып алыпты. Осылайша балалар үйіне тағы бір жетім баланың санын көбейтіппін. Бұл жайтты естіген Гүлзинат еріксіз жылап қоя берді. Гүлзинат, сен жылама, мен мұны сені аясын деп емес, әлгі сұрақты сенен сұрауға не үшін мәжбүр болғаным үшін қойып отырмын дейді. Білесің бе, Арман, мен өз өмірімнің қараңғы тұсын ұмыту үшін барынша бос орнында отырмауға тырыстым. Оны ойламас үшін қандай жарыс түрі болса да қатыса бердім. Есіме алғым келмейтін, бірақ бәрібір алдымнан шығып тұр ғой. Расын айтсам, менің қазіргі әкем мен анам туғаным емес деп өзінің қалай осы отбасыға түскенін анасының айтуымен түп нұсқа жасап жеткізеді. Демек, әлгі дәрігердің айтқанында рас болуы мүмкін ғой деп ойлаған Арман бұл жағдайдың анық-қанығын білу жолын қайдан бастауды ойланады. Содан ол өзі өскен балалар үйінен бастау керек екендігін ойлап, ол ойын Гүлзинатқа жеткізеді. Менің ойымша, мен өскен балалар үйінен бастау керек сияқты. Ол жерде мәліметтер болуы керек. Мен осы кезге дейін бұл тақырып туралы қызығып мәлімет іздемеген екенмін. Мені тастап кеткен адамды не үшін іздеймін дейтінмін. Бірақ екеуміз неге осындай жағдайға жеттік? Оның айтуынша құрсағымдағы баламды әкесіз қалдырмайын депті. Ол сен болсаң, неге қоқыстың арасында жүрсің? Сонда бізді дүниеге әкелген әлгі адам қайда? Осы сұрақтардың жауабын табу үшін ғана зерттеу жүргізу керек болып тұр. Иә, мен де не үшін ондай күйге түскенімді білгім келеді. Қанша ұмытайын десем де, оны ұмыту еш мүмкін емес екен деген Гүлзинат жаны жасқа толады. Жарайды, Гүлзинат, көңіліңді түсірме, енді сен жалғыз емессің. Бұл сұрақтың жауабын екеуміз бірге іздейміз. Қандай жағдай боларын, не жаңалықты білерімізді білмеймін, бірақ маған уәде бер. Не де болса, дәл осы күйімізбен ойымыздан, санамыздан адаспаймыз. Жарайды, уәде. Мен анама хабарласайын, тағы бірнеше күн осында болуым керек екендігін жеткізейін. Өздерінің алдарынан не күтіп тұрғанын білмейтін Арман мен Гүлзинат балалар үйіне қарай жүреді. Балалар үйінде кезінде өзі тәрбиелеп, ана орнына ана болып білім берген тәрбиеші Айжан апай әлі жүр екен. Арман ол кісіні көре салып қалай құшақтап алғанын байқамай қалды. Мүмкін өзінің балалық шағындағы анам деп ойлаған жанның иісін бір еске түсіргісі келді ме екен, ол жағы тек Арманға ғана аян еді. Амансыз ба, Айжан апай? Аманмын, сен аманбысың? Иә, мен сіз тәрбиелеп өсірген Арманмын. Қалай сымбатты жігіт болғансың, асырап алған атаның жақсы қарап өсірген екен. Әр бала осылай өз үйін тауып, өз өмірінде жетім деген атау қалмаса екен деп күрсінеді Айжан апай. Я, дұрыс айтасыз, оған мен де тілекшімін. Танысып қойыңыз, бұл менің досым Гүлзинат. Қуаныштымын. Сәлеметсіз бе? Мен сізден маңызды нәрсе сұрамақшы едім. Анаң туралы сұрамақшысың ба? Қайдан білесіз? Бұл жерден өз үйін тауып кеткен балалар бозбала мен бойжеткен болғанда қайтып келсе, демек өткен өмірін зерттеуге кірісті деген сөз. Таңғаларлық нәрсе емес. Не деді іздеп келген екенсің? Айтайын, жүріңдер, іштегі қағаздарда мәліметтер бар шығар деген Айжан апай жол бастайды. Сарғайып умаждалған қағаздарды ақтарып ұзақ отырған Айжан апай міне таптым дейді. Рас па? Анаңның қандай жағдайда тастап кеткенін өзіңе кезінде айтқанмын. Оны қайталап айтудың керегі жоқ. Сені 5 жасыңда жаңа отбасың асырап алып кеткен соң анаңның сіңлісі келді. Тәтем жаза басып, ұлын осында әкеліп тастаған екен, соны мен асырап алмақшы едім деді. Өзі қайда екенін сұрағанымызда оның бұл өмірде жоқ екенін айтқан еді. Бұл сөзді естігенде Арман мен Гүлзинат бір терең дем алады. Қалай дегенмен де осы өмірге әкелген жан ғой. Біз оған кеш қалғанын айттық. Сенің өміріңе кедергі келтірмесін деп ешқандай мәлімет айтпадық. Бірақ бір күндер керек болып қалар деген оймен ол кісі туралы мәліметтер алып алған едім. Міне жазып алыңдар деді, бір ескі папканы алдарына тастап. Папканы ақтарып қараған Гүлзинат пен Арман онда көрсетілген мәліметті өздеріне жазып алады. Айжан апайларына рахметтерін айтып, балалар үйінен шығып кетеді. Баратын мекен жайы қалада болмағандықтан, сонымен қатар кеш батуға таяғандықтан ертең бару керек екендігін түсініп, қай жерде кездесетіндерін келіседі. Гүлзинат уақытша жатақханада қалу үшін комендантқа өтініш жазып,
жатақханада түнейді. Арман өз үйіне кетеді. Таң атып, Гүлзинат пен Арман да ұйқысынан оянады. Ұйқысынан оянды деген жай ғана аты болмаса, олар түнімен ертең қандай жаңалық естиді екенбіз? Шындықты, өткен өміріміздің айқын дәлелдерін ала алады ма екенбіз деген ойлармен түні бойы тыныш жатып ұйықтай алмады. Олар кеше уәделескен жерде кездесіп, өздеріне белгілі мекен-жайға қарай аттанады. Өздері ойлағандай керекті мекен-жай табу өте қиын болады. Себебі арада бірнеше уақыт өткен, көшеттер өзгерген, ауылда жүріп бір жерден екінші жерге көшкен, біраз жүріп керекті адамның мекен-жайын тауып жетеді. Екеуі қақпалында тұр. Өздері қатты қобалжуда. Міне, керекті жерге де жеттік. Біз тағы да бір-бірімізге уәде берейік. Қандай жағдайда да өз-өзімізді ұстай білуіміз керек. Жарайды. Алға қарай қадам басып, сықалай ашылған темір қақпаны ішке қарай итереді. Жайлап аяқ басып үйдің сыртқы есігіне қағады. Бірақ іштен ешкім дыбыс бермейді. Содан жағалай жүріп терезені қағады. Бір уақытта сырт жақтан: "Сендер кімсіңдер? Кімді іздеп жүрсіңдер?" деп сұрай жөнелген бір апайды көреді. Арман мен Гүлзинаттың назарын өзіне аударады. Кешіріңіз, саламатсыз ба? Біз Али апайды іздеп жүрген едік." "Иә, іздеген Али апайлары мен боламын. Біз қаладан арнайы сізбен бір шаруамен келген едік. Арнайы қаладан шаршап келген екенсіңдер. Шаршаған шығарсыңдар, жүріңдер, үйге шай ішіп отырып сөйлесейік." Али апай өзінің жақындары келгенде дастархан жайып оларды сыйлай бастайды. "Иә, айта отырыңдар, қандай шаруамен келдіңдер?" "Біз сіздің әпкеңіз Жания туралы мәлімет іздеп келген едік. Ол туралы мәлімет не үшін керек болып қалды?" "Менің есімім Арман. Балалар үйінен алынған мәлімет бойынша мен ол кісінің ұлы екенмін." "Рас айтамысың?" деп аңтарылып қалған Әлия ішіп отырған шайына шашалып қалды. "Иә, рас айтамын. Мен сендерді осында жалдамалы іздеп келген ерлі-зайыптылар ма десем, менің де өздерің қатарлы 2 ұлым мен 2 қызым бар. Олар қалада пәтер жалдап тұрады. Сабақтан бос уақытта жұмыс жасайды, ал жаздай 2-3 жерде жұмыс жасап ақша жинап қалада қалғылары келді. Ауылға келгілері келмейді. Мен де Құдай қаласа сол жаққа көшпекшімін, балаларының жанына. Осы үй қара шаңырақ, кішкентайларынан осы үйде өсті. Әкелері де осы үйде мәңгілік сапарға кетті. Сатқылар да келмейді. Арасында аунап-қунап демалып, балық шағымызды еске алып келіп тұрамыз" дейді. "Сол балаларым осы үйде қаңырап тұрмасын деп қаладан дипломмен ауылға бағдарламасымен жас отбасы келеміз деген екен. Солар тұра тұрсын деп айтқан еді. Соған сендерді сол ерлі-зайыптылар деп ойлаған едім. Сөйтсем, жалғыз әпкемнің ізі екенсіңдер ғой" деп күрсініп, көзіне жас үйірді. Сөзін әрі қарай жалғады. "Иә, Арман. Кезінде неге мені анам балалар үйіне тастап кетті, неге осы кісі асырап ала салмады деген сықылды мыңдаған сұрақтар миыңды шырмап жатқан шығар. Тіпті мені де ішіңнен жек көріп тұрған боларсың. Онда тыңда, айтайын. Жания екеуміздің балалық шағымыз сондай қызыққа толы еді. Анам да жұмыс жасайтын, не киемін, не ішемін демейтінбіз. Осылай жүріп бой жеттік. Жания мектеп бітіріп қалаға оқуға түсті. 1 жылдан кейін мен тұрмысқа шығамын деп үйге келді. Әкем мен анам да соншалықты қарсы болмады. Тіпті 2 жақ құдаласып та қойған еді. Бірақ бір күні жайсыз жаңалық естідік. Жанияның болашақ күйеуі жол апатынан қаза тауыпты. Әпкем қатты қиналды. Арада бірнеше ай өтсе де еңсесін көтере алмады. Bir күні талып құлап қалды. Дәрігерге қараттық, сөйтсек оның аяғы ауыр екен. Бұл жаңалық әкем мен анамның жүректеріне ауыр тиді. Сол күннен бастап үйдегі ашық жарқын бақытты күндеріміз көзден бұл ұшты. Жания үйде отырып босанды. Бізді қолдарымен шошайтып көрсетілушілер де көбейе берді. Әпкем үйде отырғысы келмей, сен 3 айға толар-толмастан оқуынан шығып, осы ауылдағы шеберханаға тігінші болып жұмысқа тұрады. Ол киімді жақсы тігетін. Сөйтіп жүргенде оған ауылдың бір дөкейі Қайраттың көзі түседі. Оның өз әйелі бар, бірақ 10 жылдан бері құрсақ көтермеген еді. Өзі бір атадан жалғыз із. Енді өзінің ізін жалғайтын ұл тауып беретін тоқал іздеп жүр екен.
Әпкем әрлі-берлі одан қашады, бірақ ол ақыры өз дегеніне көндіреді. Жәния да басыма жазғаны осы шығар деп шариғат жолымен некесін қидырып кете барады. Ол кезде мен де тұрмыс құруға дайындалып жүрген едім. Әкем мен анам менің ұзатылуымды жасап, бірақ тойымызды көре алмай, үлкен қыздарының уайымдауымен жүректері шыдамай, бірінен соң бірі 1 жылда өмірден өтті. Сен ол кезге дейін нағаш ата-әжеңнің қолында болдың. Олар кеткен соң Жәния сені өзімен алып кетті. Содан кейін Жәнияны көрмедім. Мен той жасамаған күйі тұрмысқа шығып кете бардым. Ең басты әкем мен анамның ақ батасын алдым. Ата-енемнің жақсылығы болар, әкем мен анамның жетісі, жұмалығы, 40 жылы дегендердің бірін қалдырмай жасап берді. Осылай уақыт солап өте берді. Құрсағыма бала бітіп, оны дүниеге әкеліп өз дегеніне қайтпайтын Қазымыр күйеуіммен әуре болып жүріп, Жәнияның жағдайын сұрап бару деген ой санама кіріп шықпапты. Bir күні әпкемнің қайтыс болғанын естідім. Ол туып үстінде қайтыс болыпты, құрсағында бала да өлі туыпты. Мен жаным шығып жүгіріп бардым. Менің келгенімді ешкім де елемеді. Ырымын жасап әпкемді ақтық сапарына шығарып салды. Одан басқа ешқандай жоралғылар жасалмады. Әрі жұмалыға 40-100 жылында үйден Құран оқытып, күйеуіме жалынып жүріп, басын қарайттық. Ал сенің қайда кеткеніңді таба алмадым. Bir күні ептеп әпкемнің үйінде қызметшілерден тіл тартып сұрадым. Ол Жәниям баласын орап алып таң ата сыртқа шығып кеткенін, содан түн жарымда келіп күйеуінен өлерді тая жегенін білдім. Келерде қолында бала болмады деді. Міне, осылай уақыт өз ағынымен жүре берді. Қанша іздесем де сені қайда тастаған біле алмадым. Содан бір күні әпкеме, әкем мен анама деген сағынышымды басу үшін естелікке толы сандығымды аштым. Ескі суреттерді ақтара бастадым. Ол сандықтың ішінде Жәнияның заттары да бар еді. Ол дүниеден өткенде мынау әпкемнің заттары, оған бұл үйде орын жоқ, керек болса өзіңмен алып кет деп қолыма сол үйдің бір қызметшісі ұстатқан шығар. Шағын қорапша болатын. Мен оған мән беріп қарап ашуға қолым тимеген екен. Қорапты ашып, әпкемнің суреттерін, естелік жазбаларын көрдім. Ол жазбаларында мен ұлымды құтқаруым керек, оған бұл үйде орын жоқ. Ол бұл үйде қалса өмір бойы қайраттың малын бағып, құл болып өседі. Ол қазірдің өзінде менің ұлымды көрсе кірпідей жиырылады. Ал бәйбішесі қолымда болса өлтіре салуға даяр. Мен оны уақытша бір жерге жасыра тұруым керек. Арада бірнеше күн өткен соң мен ұлымды жасырдым. Ол енді құл болмайды. Мүмкін балалық шағында қиналар, кейін ширап өседі. Мүмкін оған жақсы адамдар кезігіп асырап та алар. Егер мен ұл тусам, мына үйдің билігі менің қолыма өтеді. Сол кезде қайратқа қарсылассам да оны қайтып алармын. Оған дейін ол жақсы адамдардың жанында болады деп жазылған жазбасын көрдім. Содан ойлана келе, ол ұлын не де болса балалар үйіне апарды. Ол азанда кетіп кешке қайтып келген болса, осы жақын аудандардың біріндегі балалар үйі деп ойладым. Сені жақын аудандағы балалар үйінен іздей бастадым. Bir күні сені таптым, бірақ кеш қалыппын. Басқа отбасына кетіп қалыпсың. Қандай отбасыға кеткеніңді айта қоймады. Бірақ сол жердегі бір қызметкерлердің тамырын басып, оны да біліп алдым. Сондағы бар ойым сенің жағдайыңды білу керек болатын. Егер жақсы отбасы болса, мен мазаламайын, ал керісінше болса өзіме асырап алармын деп ойладым. Көрдім, таптым, бақыладым. Бар мейірімін саған төгіп, сені төбелеріне көтеріп жүр екен. Bir балаға зары болып сені асырап алып, үйлеріне нұр кіргенін көршілер арқылы естіп білдім. Әпкемнің де арманы осы ғой. Жақсы отбасы асырап алса, менің де жаным тыныш дедім де осы ойыммен үйіме қайттым. Сені ренжіме, содан қайтып сені іздемедім. Байқап отырмын, олар содан бері сенің бетіңе жел тигізбей өсірген екен. Я, дұрыс айтасыз, Айшан апай. Олар мені өз баласындай өсірді. Кейін балалары да болды, бірақ мені сонда да шеттетпеді. Менің сол отбасына алғаш келген кездегі суреттерге қарап қана өзімнің асыранды екенімді есіме түсіремін. Өйткені мен ес білер шағымда бардым ғой үйге. Әйтпесе мен оларды туған ата-анам деп жүруші едім. Менің көкейімде тағы бір сұрақ бар еді.
Жанымда отырған қыз екеумізді дәрігерлер қан сараптамасын тексеру арқылы екеуміздің ағалы қарындасты екендігімізді айтты. Сіздің айтуынша менің туған әкем қайтыс болыпты, ал анам туу үстінде қайтыс болыпты. Бала өлі туылыпты. Сонда қалай? Ол мүмкін емес. Иә, сенің туған әкең жалын. Бұрын-соңды үйленбеген. Әпкем бір жарым жыл ішінде 2 рет босануы ойға сыймайды. Олай болса естір едім. Жерлеуіне барғанда айтылар еді ғой, деп ойланып отырып қалды. Не де болса оны бір білсе Қайраттың бәйбішесі біледі. Соған бару керек. Иә, әрине, бірақ ренжімесеңіз, туған анамның суреттерін көріп, оның басына барып Құран оқысам болады ма? Жаным-ау, оған менен несін рұқсат сұрайсың? Қазір. Әр суретке мұқият қараған олар аналарымен ұқсас жақтарын іздей бастады. Иә, расымен де бағанадан бері мән беріп қарамаған соң мән бермеппін. Әпкемнің де түрін ұмытайын деппін ғой. Сен Жанияның жас күніндегі көшірмессің. Тек оның шашы қап-қара ұзын болатын, ал сенің шашың қоңыр және қысқа, әрі боянып алғансың. Мүмкін содан да аңғармаған шығармын. Осылайша олар Жанияның басына барып Құран оқып, Айжан, әпке, сені ұлың іздеп келді. Ал бұл қыз анық-қанығын білмейміз, бірақ сенің қызың болуы мүмкін. Ол да сені іздеп келді, деп бір жылап алды. Әпкесіне мұң шерін тарқатқан Айжан Арман мен Гүлзинатты Қайраттың үйіне қарай бастайды. Жол қысқарсын деген оймен әңгіме бастайды. Өмір деген бір керемет әлем ғой. Бірде бар, бірде жоқ. Бара жатқан үйіміз кезінде хан сарайындай болған еді. Оның үйіне ешкім кіре алмайтын. Сыртында күзетшілер, үйінде қызметшілер болатын. Осы ауылдың тең жартысы сол үйге қызмет атқарса, қалған тең жартысы Қайраттың ашқан сүт фермасында жұмыс жасады. Осы ауыл Қайрат күлсе күліп, жыласа жылайтын. Қазір сол дәулеттен түк те қалмады. Тек сүт фермасы жабылған жоқ. Жабылған соң жұмыссыз қалған азаматтар мен азаматшалар қалаға қарай ағылды. Үйінде ұсталған қызметшілер де бір күнде тұрмай жұмыстан шығады. Біз бара жатқан үй дәл қазір жастары 60-тан асып, бір Зейнет ағаға қараған кемпір мен шалдың үйі деп айтқан Айжанның әңгімесімен сол үйге де жетіп қалды. Ауылдың басқа үйлері шартақпен қоршалса, бұл үй анадайдан бірден көзге түседі екен. Темір қақпамен нығыздалып тұрып қоршалған екен. Бұрын күйлі болғаны көрініп-ақ тұр. Есікті ашпақ болып еді, жабық екен. Содан дүңкілдеді, қақпаны ұрады. Іштен ауылдың кәдімгі әжесі есікті ашады. Ау, Гүлзияш апа, амансыз ба? Аманмын, сен Айжанбысың? Иә, мен ғой, сізге айтпай қонаққа келіп қалдық, айып етпеңіз. Келіңдер. Үйде жалғыз отыр едім, жақсы болды ғой, қасыма серік келіп. Неге жалғызсыз? Қайрат аға қайда? Ол қалаға кеткен, оны мына заттар алуға. Үйде ешкім жоқ қой, жұмсайтын. Амал жоқ, арасында екеуміз кезектесіп барып қайтамыз. Иә, дұрыс қой апа. Қазір мен шай қояйын. Иә, мен сізге көмек көрсетейін, шай ішіп отырып сөйлесек. Әп-сәтте шай да дайын болады. Бір дастархан басына жайғасады. Иә, Айжан, әңгімеңді айтып отыр. Жай жүрмегеніңді біліп тұрмын. Дұрыс айтасыз апа, мен жай жүрген жоқпын. Таныса отырыңыз, мына жігіт Арман, Жанияның ұлы. Ал жанындағы қыз Гүлзинат. Екеулерінің көкейлерінде сұрақ туындап осында келіпті. Екеулері түрлі себеппен ауруханаға түсіп, қан топтары зерттеліпті. Содан дәрігер екеулерінің ағалы қарындастысыңдар деп айтыпты. Содан өздерінше зерттеу жүргізіп мені тауып келіпті. Арманның қалай балалар үйіне түскенін өзім білген мәліметтермен жеткіздім. Ал Жанияның тағы бір баласы бар екенін, оның қыз бала екенін тіпті білмейді екем. Бір білсе сізді білер, сізге келге отырған жайымыз бар. Айжан, сол бір кездердің лентасын көз алдыма бір жүргізіп өттің-ау деп Гүлзия көзіне жас алады. Аздап күмілжіп, біраз ойланып барып сөз бастады. Ең алғаш
Қайрат Жанияны үйге алып келген кезде маған көмекші болатын адам табылды деп қуанған едім. Тіпті онымен құрбы болуды ойладым. Өйткені азаннан кешке дейін Қайрат фермада болады. Ал мен үйде жалғыз, өзім. Қызметшілер де өз шаруасымен әуре болып жүреді. Жания екеуміз жақсы тіл табысып та кеттік. Bir күні оның аяғы ауыр екенін естідім. Қайраттың ықыласы Жанияға өзгере бастады. Мені жоқтың қатарына қосып та қойды. Бар жақсысы мен бәр әдемі соған сыйлайтын болды. Жасыратын жоқ, кезінде тек маған ғана тиесілі болатынның бәрі басқа біреуге кетіп, мені бір бұрышқа асыра салғаны менің қызғанышымды арттырды. Сол қызғаныш көзімді байлап, және мен Қайраттың ортасына от салуды ойладым. Күні бойы ойлайтыным, оларды қалай ажырастыру. Жанияны сүйкімсіз көрсету болды. Осы оймен арпалысып жүргенде Жанияның ата-анасы қайтыс болып, сол үйге кетіп, келерінде бірінші баласын ала келді. Қайрат Жанияны ұнататындықтан болар, ол балаға да ерекше ықтиярмен қарайтын болды. Тіпті оған өз тегін беруді де ойлайды. Бәйбішесі болғандықтан бұл ойын маған айтты. Әттең. Ол сол ойын маған айтпағанда ғой, менің сөзімді тыңдамағанда ғой деп әлі күнге дейін сол кезде айтқан сөзіме күйінем. Мен оған отағасы, оның бұрынғы тегін білмей жатып, бұлай жасауыңызға жол болсын. Әуелі оның бұрынғы ата тегін зерттеуіміз керек. Егер оның ата тегінде ұры, қарақшы, жаман жолға салынған адамдар болса, қалай тәрбие берсең де қанына тартады деген бар емес пе, деді. Ол сол сәтте қатты ойға батып, сенің сөзің жөн екен. Олай болса, Жаниядан ол туралы сыр тартып, мәлімет сұрап ал, деп маған айтты. Мен әрі қарай зерттеу жүргізейін. Егер мен сұрайтын болсам, көңіліне алып қалар, деді. Сол кезде өз ойымды іске асыруды ойлап, осы іске бола сені несіне әуре қыламын, отағасы. Арғы жағындағы мәліметті өзім де зерттейін, дедім. Ол оған қуана келісті. Бірақ мен ол туралы зерттеу жүргізіп әуреде болмадым. Өз ойымнан шығарған кейіпкерлерді сөйлетіп, өзіме ыңғайлы оқиғаларды іске қостым. Сол кезде Қайрат ол балаға тегін бермек түгілі оны көрсе шын көргенде тітіркенетін болды. Тіпті ол баланы лақтырып жіберуге дейін барды. Ал мен бұл оқиғадан ләззат алудан болдым. Жания бұл жайтқа ұзақ шыдамай баласын басқа жаққа апарып тастады. Оның кеткен уақытында өз пайдама жараттым. Оның үнемі осылай кетіп қала беретін, сенің келер уақытыңды біліп, сол уақытта үйде болатынын, ал бүгін тым ұзаққа кетіп, тіпті оның басқа біреуі бар болуы мүмкін екендігін айтып, өзі шоқ болып жатқан отқа май құйып лаулаттым. Жания үйге келген кезде өлердей таяқ жеді. Тіпті оны үйден сарайға қуып шықты. Мен өз жеңісімді ойлап масаттандым деген Гүлзия бір жылап, бір дірілдеп, бір тілі күрметіліп, өз кеудесімен басын ұрғылай берді. Менің қызғанышым, мен іштарлығым осымен бітіп қоя салмады. Әлі дүние есігін ашпаған сәби маған құбыжықтай көрінді. Ертеңгі күні дүниеге ұл келсе, Жания осы үйдің ханы болады деген қорқынышпен түн ұйқым төрт бөлініп, баланы түсірту үшін түрлі әдістер жасап, ішірткелердің құрамын саралап, оны Жанияға беріп те жүрдім. Бірақ ол түсік тастамады. Мүмкін оған Құдай қарасты, не болмаса күдіктеніп, ол мен қызметшілерден беріп жіберген ішірткелерді ішпеді. Не болмаса ішірткі дұрыс дайындалмады. Мен оның жауабын біле алмадым. Бір күні Жанияның толғағы келді. Үйде босандыруға тура келді. Ол кезде Қайрат іссапармен басқа қалаға кеткен еді. Біздің ауылдағы босандыратын апай сырқаттан жатқан соң көрші ауылдан шақыртуға тура келді. Ол келіп әлі уақыт бар екендігін айтып, күн-түні жанында болып, ертесі күні қыз баланы дүниеге әкелді. Бірақ Жанияның толғағы ауыр өтіп, ту үстінде дүниеден өтіп кете барды.
туғызған әйел бала өте әлжуаз, ол қазір анау-мынау тамақ жей алмайды, ең алғашқы 2-3 айлығына дейін сұстана керек деді. Оның айтып жатқан сөздері миыма кіріп те шықпады. Жәния дүниеден өтті. Ертеңгі күні бұл баламен мен әуре боламын деп ойлап, баланы орап әлгі әйелдің қолына ұстаттым. Сонымен қатар қасына қомақты ақша беріп, бүгіннен қалмай бар дүниеңді жинап қалаға көшіп кет. Әйтпесе мына әйелді өлтірдің деп сенің мойныңа жала жабады дедім. Мына баланы да өзіңмен ала кет деп тез кетуін өтініп үйден қуғандай қылып жібердім. Қайратқа хабар беріп, айналадағы адамды шақыртып жерлеу рәсіміне кірісіп кеттік. Қайратқа мен есеңгіреп жүргенде баланы босандырған әйел ұрлап алып кетті деп айта салдым. Жерлеу рәсімі өткен соң әлгі әйелді іздестіруге кірісті, бірақ таба алмады. Ол менің айтқанымды тыңдап, бірақ түнде көшіп кетіпті. Қанша жерден іздесе де таба алмады. Міне содан бері осы дырым қашан ашылып қалар деген оймен 20 жыл өмір сүрдім. Тіпті кейде түсіме Жәния кіреді. Менен баласын сұрақ астына алады. Талай ұйқысыз түндерім өтті. Өзім де Қайратқа бар шындықты айтуға оқталып жүр едім. Бірақ одан бұрын сендерге есту беріпті. Иә, мен атарға оқтарым болмай отырғанын білемін, бірақ... Иә, өзіңізді ақтаңыз. Тағы ақтау үшін қандай сөздер табады екенсіз? Бірақ сіздің бұл тірлігіңіз ақтауға келмейтіндігін білесіз бе соны? Мен өзімнің өгей екенімді білгелі бері анамды тек жек көріп жүрдім. Оның жауыздығы соншалықты өз туған перзентін қоқысқа лақтырып кеткеніме дейтінмін. Қоқыс деп айтқан Гүлзияның көзі шарасынан шығып кете жатады. Иә, қоқыстан тауып алыпты. Мен сол жайтты, сол естіген шындығымды ұмыту үшін өзімнің жанымды қинайтын, тіпті кей күндері ұйқысыз өткізіп анама лағмет айтумен жүруші едім. Сөйтсем, кешірші айналайын, кешірші, мендей ақымақ сормаңдайды деп Гүлзияттың аяғына жығылып жылай береді. Білесіз бе, мен өзімнің қазіргі отбасыма қалай келгенімді естігелі бері жан баласына жүрегімдегі бұл сырды айта алмай қиналғанымда. Ал сіз менен кешірім сұрайсыз. Сіздіңше мен мұны оңайлықпен кешіре саламын ба? Деген Гүлзинат далаға жүгіріп шығады. Гүлзинат, тоқташы деп арманда жүгіріп шығады. Гүлзия апа, әпкемнің қалай қиналғанын естіп, сені буындырып өлтіре салғым келіп тұрғаны. Бірақ мен олай етпеймін. Өйткені сіз сияқтылар оп-оңай өле салмау керек, қиналып өлуі керек. Жасыңыздың үлкендігіне қарамай бетіңізге түкіргім келіпті, бірақ түкірмеймін, не екенін айтайын ба? Өйткені сіз ондай арам ойлы жүрексіз адамсыз. Айжан қақпаға қарай жүріп кетеді. Мұндай ауыр сөздерді өздеріне ешкімнен естіп көрмеген Гүлзия жатқан жерінде тұра алмай қалады. Оның бұлай қиналып жатқанын ешкім білмейтін еді. Айжан Гүлзинат пен Арманға біраз басу сөз айтып, автобус бекетіне алып келеді. Де өзі олармен қоштасып үйіне қайтады. Гүлзинат, бұл сыр әрі қарай біздің жүрегіміздің түкпіріне қоныс тапсын. Білем, сен де, мен де қазіргі ата-анамыздың көңілдері түскенін қаламаймыз. Олар бізді асырап бақты, өсірді. Негізі дүниеге әкелген ана емес, асырап баққан ана дейді ғой. Сондықтан, Арман, ойыңды түсіндім. Мені кезінде керексіз еткен отбасы қазірде керек қылар шамалы. Екеуміз бір-бірімізге ағалы, қарындасты екендігіміз рас. Өтірігін білу керек болды, білдік. Әрі қарайғы әңгіме желісін құру керек емес. Дұрыс айтасың, керек емес. Білесің бе, мен осы әр істің қайыры бар деген сөздің мағынасын түсінбеуші едім. Маған осы соңғы болған оқиғалар мықтап тұрып түсіндірді. Түсінбедім. Есіңде ме? Тауда серуеннен кейін мен сені бір жаққа алып бармақшы болып едім ғой. Есімде. Сол кезде жол апатына түстік. Оның несі қайырлы? Егер сол кезде жол апаты болмағанда, мен саған сөз салмақшы болғанмын. Сенің де қарсы болмайтыныңды білемін. Кейін оқу бітіріп бас қоссақ, тіпті арғы жағын елестетудің өзі қорқынышты. Неше түрлі кемтар балалар дүниеге келуші еді деген Гүлзинат өзін ұстай алмай жылап жібереді. Болды, жылама, енді мен сенің болашақ жарың болмасам да аға ретінде қорғап жүретін боламын.
Бұларға керекті автобус та бекетке келіп тоқтады. Арман мен Гүлзинат автобусқа мініп өз үйлеріне қарай кетеді. 3 айлық жазғы демалыста ата-аналарының жанында болып, бұрынғыдан да бетер ата-аналарын құрметтейтін болды. Қайрат өз үйіне келгенде жерде сұлық түсіп жатқан Гүлзияны көріп, қолдарындағы заттарын тастай сала оған қарай жүгіреді. Оған жағдай жасап дәрісін беріп есін жиғызады. Сол кезде Гүлзия үйге кімнің келгенін айтып, өз жүрегінде сақтаған сырын айтып, кешірім сұрайды да сол күйі аттанып кете барады. Күз мезгілі келіп, Арман 4-ші курсқа, Гүлзинат 3-ші курсқа өтіп, тағы бір жылға есейеді. Енді оларды бұрынғы өмірі алаңдатпайды. Өйткені олар үшін өткен өмірі болмағандай әсерде еді. Олардың өмірі Арманды қазіргі ата-аналары асырап алған, ал Гүлзинатты тауып алған күннен бастап есептелетінін нақтылайды. Осылай өз-өздерінің көңілдерін жұбатып жүргенде Гүлзинатты іздеп Қайрат келеді. Ол өзін таныстырып, кешірім сұрап, қолына кілтті ұстатады. «Бұл не? Ненің кілті?» дейді Гүлзина. «Бұл сенің үйің, туған үйіңнің кілті. Оны менің жалғыз мұрагерім ретінде сенің атыңа аудардым. Міне құжаттары. Ол үйді қалай қыласың, мүмкін сатарсың, мүмкін бір бизнес жасарсың, өз еркің. Ал мен қарттар үйіне барамын. Сені бұдан былай мазаламаймын» дейді де кетіп қалады. Ой түбіне шомған Гүлзинат туған әкесі мен үлкен анасының күнәлары көп. Олардың күнәларының кішкене бөлігі болсын, кешірілсін деген ниетпен Арманмен ақылдаса отырып, қарекет қоры арқылы жағдайы төмен адамдарға сыйға береді. Олар Гүлзинат пен Арманға алғыстарын жаудырады. Сонда оларға айтқан сөздері: «Ол үшін бізге алғыс айтудың қажеті жоқ. Осы үйдің бұрынғы иелеріне алғыс айтыңыздар» деген Гүлзинат пен Арман өз жөндеріне кете барады. Арада 1-2 ай өткен соң, бір жағынан көңілдерін аулау үшін, екінші жағынан не жасағандарын айту мақсатында Қайратқа барады. Бірақ олар өздерінің 2 күнге кешіккендерін біледі. Олар басына барып Құран оқып, басын қарайтуға атсалысады. Мүмкін олардың осындай амал жасағандарынан болар, мүмкін Алла тағала оларға және олардың отбасына мейірім түскендіктен болар, екеуінің де әкелері жұмыс бабымен жоғарылап қалаға көшіп келеді. Түйін: бұл оқиға неге бұлай өрбіді деген сұрақ бәріміздің көкейімізде сайрап тұрғаны анық. Қазіргі таңда жетімдер үйінің балалары баласын қоқысқа, әжетханаға тастап кетіпті. Ол бірінші күйеуінен қалған балаларын ата-анасынан тастап, өзі басқа біреуге тұрмысқа шығып, шетел асып кетіпті деген жаңалықтар көбеймесе азайып жатқан жоқ. Ал олардың болашақ тағдыры, өмірі қалай болып жатқандығы белгісіз күйде қалып отыр. Жетімдер үйінен шыққан балаларды адамсынбай кеудесінен итеріп, оларды дұшпандай көреміз. Неге? Олар да ет пен сүйектен жаратылған. Біздің мемлекетіміздің бір тұлғасы емес пе? Тіпті олар кейде бір-бірлеріне үйленіп жатады. Сол сәтте олардың ата-аналары кім екен? Олар бір-біріне туыс емес пе екен деген сұрақ туындайды. Сондықтан әрбір шешімді қабылдар сәтте ойланып, анық-қанығын біліп барып шешім қабылдаған дұрыс. Кейін өкініп бармақ тістегеннен бұрын басталмай тұрып, қан сараптамасын тексеріп алғанымды дұрыс деп ойлаймын. Сонымен қатар, қазіргі кезде жігіттер мен қыздар арасында бір-бірін пайдаланып қуыршақтай ауыстыра салатындар да жоқ емес. Жағдайы жақсы жігіт кездессе, бұрынғы өмірін ұмытып, бұл сенің балаң деп алдай салатындар. Ал сіз балаңыздың болашақ тағдырын ойладыңыз ба? Жүрек сыры. Әр адамның жүрек түкпірінде жатқан бір сыры болады. Оны өзінен басқа тірі жан баласына айта алмай, сол жүректегі сыры өзінің өмірін жалмап та жатады. Сыр сақтай білген жақсы, бірақ ол сыр ешкімнің өміріне кері әсер етпеуін ойлауымыз керек. Ең бастысы, өміріміздің әрбір сәтін бағалап, сол сәттен сабақ алып, қателеспеуге тырысайық. Менің жүрек сыры әңгімем сіздерге ұнады ма? Ұнаса пікір жазып, лүпілді аямаңыздар.